Білесіз бе, менің таза қазақ тілінде блог жүргізгеніме наразы адамдар бар екен. Аталмыш блогты тұрақты жүргізіп жүргеніме 9 айдан асып қалыпты. Әлемнің түкпір-түкпірін зерттеп, қызықты жайттарды, халықтардың салт-дәстүрін, ерекшеліктері мен тосын қызықтарын баяндадым. Сөйлеу мәнеріме айрықша мән беріп, қоспасыз, ешқандай паразит сөздерсіз таза қазақ тілінде жасап келемін. Бастапқыда әрине бастаманың сәтті боларына күмәнім болғаны рас. Алайда сіздердің қолдауларыңыздың арқасында көзді ашып жұмғанша 110 мың оқырманнан асып қалыппыз. Сіздердің мыңдаған лайктарыңыз бен пікірлеріңіз мені әрдайым қанаттандырып, жұмыс жасауға деген құлшынысымның артуына себепкер болып жүр. Десек те, менің блог жүргізу тәсіліме наразы топтар да бар екен. Олар таза қазақ тілінде баяндауыма қарсы. Айтуынша, таза қазақша сөйлеу тренд емес, сәнді емес. Орысша араластырып, жастар тілінде сөйлеуімді талап етуде. Сонда мен короче, давай, в общем деген секілді паразит сөздерді қосып сөйлеуім қажет. Бірақ мен бұл қадамға бара алмаймын. Бәлкім олар үшін таза қазақша сөйлеу тренд емес болар. Ал мен үшін тіл тазалығы бірінші орында. Ал сізге ше?